Эх, Алла, мен шында да өзімді және өмірімді өзгерткім келеді. Әдемі мүсінді, әдемі өмірді қалаймын. Және ол менің қолымнан келуінше мен барлық мүмкіндікті жасаймын. Мен оған сөз беремін. Бұл мен ойлағаннан да қатты қиын екен. Меніңше бұл мақсатқа жетуге ерік күшім жетпейтін сияқты. Мен әлі де өзгергім келеді. Бірақ маған өте қиын. Сәтсіздіктер маған қолымнан келмейтініне көзімді жеткізіп жатқандай. Маған мотивация жетіспейді, маған қолдау жетіспейді. Маған білмеймін, күш-жігер жетіспей ма, түсінбеймін, соншама әлсізбін. Менің қолымнан келеді деген сөзді мен қайдан алдым? Менің өмірім осы екен. Менің қолымнан келмейді екен. Менің өмірім осылай өтеді екен. Мен берілем. Мен берілдім. Сонымен, болды ма? Жай ғана ма? Жүректің соғысының көрінісі қандай болса, сенің өмірің де дәл сондай. Бірде жоғары, бірде төмен. Сен берілу үшін сенің жүрегің тоқтау керек. Ал сенің жүрегің соғып тұр, берілмеу керексің. Сені қалауға жеткізетін сенде барлығы бар. Бас, қалау, әрекет, уақыт. Мұның барлығы уже сенде бар. Тек қана бір нәрсе жетіспейді. Жеткілікті желание. Міне бұл шындық. Және бір жайтты есіңде сақтап ал. Сені бұл өмірде өзіңнен басқа ешкім жақсы білмейді. Сен кімсің деген сұраққа жауап беретін жалғыз адам ол сенсің. Нені қалайсың, нені жасай аласың? Қазірге дейін өзіңе сенімді болсаң, онда сен дұрыс жолдасың. Егер де результат көрмей жатқан болсаң, онда мені тыңда. Осы уақытқа дейін жасағаныңды тағы да дәл солайынан жалғастырсаң, сен дәл қазір қай жердесің? Дәл сол жерде қалуды жалғастырасың. Және өзіңе уже алып қойған нәрселерді ғана ала алатын боласың. Алға жылжу үшін жаңа тактика керек, жаңа жігер, жаңа бірінші қадам керек. Мен осы уақытқа дейін барлығында жасап келдім, бірақ менің қолымнан келген жоқ. Бұл сөз емес. Сен жай ғана жаңа бірінші қадам жасау керексің. Саған ерекше таланттың қажеті жоқ. Жетістікке таланттылар ғана жетпейді. Жетістікке шында да сенетін, қалайтын, өзін аямайтын, әрекет ететін, өзін жақсы көретін, құласа да орнынан қайта тұратын адам жетеді. Бұл үшін сенің бүгінгі күнің бар. Ататын әр таңың бар. Таң атқанда сенімді түрде не істеу керектігін білетін күнің бар. Ойыңда қандай және қайда болатының жайлы анық картинкаң болсын. Оны нақты білмесең, көздеген мақсатыңда сен өзіңді қалай сезінесің, сол картинкаға ие бол. Және осы картинка жайлы күнде ойла. Сенің орныңа оны кім жасай алады? Саған маңыздыдай ол басқа кімге керек? Ешкімге. Әркім өз өмірімен әуре. Әркім өз денесінің мүсіншісі. Әркім өз өмірінің суретшісі. Саған ешкім ешқашанда жол көрсетіп, мотивация беріп отырмайды. Тек қана сен. Мұны жасау керексің, тек қана сен. Тек мақсатқа жетемін деп, өміріңнен ләззат алуды ұмытып кетпе. Жетістікке жету жолың ләззатпен болсын. Себебі мақсатқа жету жетістігі 5% болса, оған алып баратын жол 95%. Мақсатың және мақсатқа жету жолы саған ішіңнен қуаныш сыйлау керек. Мақсатқа жету керек екенмін ғой деп, өзіңді барынша қинама. Және жасап жатқан мақсатқа жету жолындағы іс-әрекеттеріңнен сен ләззат ал. Барлық қуанышты ал. Қолыңнан келмейтін нәрседен қорықпа. Қолыңнан келмейтін нәрсені жаса. Әрбір тәжірибе, әрбір даму сені әлі тәжірибе алмаған жайттардан басталады.
яғни сен мүлдем жасамаған істеріңді жасау арқылы сен өзіңе не тәжірибе жинайсың, не жетістікке жетесің. Саған қиын болуы мүмкін, қорқуың мүмкін, өзіңе сенімсіз болуың мүмкін. Бірақ сен бірдеңені білу керексің. Ол жасай алмайтын нәрсені жасау деген, өзіңе ұнайтын сфераны жасау деген, өзіңе деген ең жақсы құрмет. Себебі дәл сол сәтте сен өзіңді өсіріп жатырсың. Бастысы, күн сайын ақырындап қадам баста. Күн сайын бүкіл энергияңды, бүкіл күшіңді беру ол міндетті емес. Жай ғана алға жылжы. Жай болса да, тек қана бір орында қатып қалмасаң болды. Өмір деген бұл кәдімгідей қызықты саяхаттау. Және саған бұл өмірде саяхаттану мүмкіндігі ғана емес, оның сюжетін өзің жасай алатындай мүмкіндік берді. Әркім өз өмірінің суретшісі. Сен көзіңді жеткіз. Бұл өмірде сен біреудің айтқанымен жүретін актриса емессің, және өміріңнің қалай аяқталуын білетін режиссер жоқ. Өмір сенікі, сенің өмірің саған берілді. Өзгертетін тек қана сенсің. Бірақ есіңде болсын, мотивация тек қана аз уақытқа эффект береді. Яғни өзге адамның мотивациясы ары барса 2-ақ күнге жетеді. Ал сен қадам бастағанда, әрекет жасап бастағанда, шынайы, ұзақ, таусылмайтын мотивация сен уже әрекеттеніп жатқанда пайда болады. Жетістіктің формуласы: бірінші әрекет, екінші шабыт, яғни бірінші пункттен келетін әрекеттен алатын шабыт, одан сезім алу. Үшіншісі мотивация. Керісінше емес. Ал сен ойлайсың, маған бірінші мотивация керек. Сосын мен шабыттанамын, сосын барып әрекетке көшемін деп. Жоқ, олай емес. Жетістіктің формуласын есіңде сақтап ал. Әрекет, шабыт, мотивация. Міне, дәл осылайынан келеді. Мотивацияң тағы да жоғалып кетсе, ол сенің жалғыз досың болуға міндетті емес. Сен жай ғана жалғастыр. Тоқтама. Не істеу керек? Соны істе. Сен сол кезде әрекетіңнен шабыт аласың. Ол шабыт сені одан да жоғарыға итермелейтін болады. Міне, сол кезде сен ешқашан өшпес мотивацияға ие боласың. Еңсең түсіп бергің келген кезде осы видеороликті қара. Я, сен, экранның арғы жағында отырған сенің қолыңнан келеді. Дәл қазір өзіңнің мақсатыңды, немесе өзіңнің мақсатыңның біреуін ғана комментарийға қалдыр. Я, қазір бастайтын, немесе бастайын деп жатқан, немесе жалғастыратын мақсатыңды жаз. Сәттілік. Мен сенімдімін. Сен жайлы біз әлі біраз естетін боламыз.